Сарыағаш медресе колледжінің директоры ұстаз Абдуғаппар Сманов дүниеден озды деген суық хабар тарады. Абдуғаппар Сманов 1970 жылы 22 ақпанда дүниеге келген. 1994 жылдан бастап Таяқты Ишан мешітінде бас имам болып, Таяқты Ишан мешіті жанындағы Убай ибн Қаб медресесінде ұстаздық қызметін қатар алып жүрді. 2010 жылдан бастап Сарыағаш медресесінің директорының орынбасары. 2016 жылдан Сарыағаш медресе колледжі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. 2016 жылы желтоқсан айынан бастап Сарыағаш медресе колледжінің директоры лауазымын алды. Әлеуметтік желіде көпшілік дінтанушы ұстаздың қазасына қайғырып көңіл айтуда.